Жазылған жырлар, жанымның құйттай құстары, жайлап жүрсіңдер тірліктің қайсы тұстарын, сендерді көріп, сүйсініп жүрме достарым, таңырқап жүрме, табалап жүрме дұшпаным. Ұшырып ем ғой шартараптарға барсын деп, сендерден біреу керегін тауып алсын деп, ғимараттардың басына емес өмірге, ғашық жандардың кеуделеріне ұя салсын деп. Құйттай құстарым, жаныммен жіпсіз жалғасқан, сау жүрсіңдер ме ақ қанаттарың талмастан, қалған жоқсыңдар ма қалтарыстарда елеусіз, ғажап саздарды тыңдаған кезде таңғы аспан. Құйттай құстарым, көмейлеріңде жыр ән бар, жолдарың ауыр, арымай талмай шыдаңдар. Құйттай құстарым, құласаңдар да өтінем, адамдардың тек жүрегіне жетіп құлаңдар. Ақын болу бұл кез келгеннің еншісіне тиер оңай олжа емес. Ақын деген өзі бір ерекше, бұл адам басына оған ерекше қасиет болса керек. Өзіңізді ақын ретінде сезінген тырнақалды туындыңыз қалай дүниеге келген еді? Менің кітап құмарлығым ерте басталды. 3-4 класстарда есімде батырлар жырын сондай қызығып оқитынбыз. Сол қиссаларды оқып отырғанда, ішіндегі қайғылы мұңды жерлерді оқығанда көзімізге жас келіп, соны қайта-қайта оқып, жаттап алатын едік. Сол есімде сол кездердің өзінде, сол 3-4 класста алғашқы шумақтарымды жазып жүрдім. Ал енді алғашқы өлең, 3 өлең бір күні газетке шықты. Ол 61-ші жыл, мен 7-ші класс оқитын кезім. Енді сол кезде мен өзімді ақынмын деп сезіндім деп айта алмаймын. Ол енді өзіңнің бір ішкі даусыңа, жүрегіңдегі бір үнге құлақ аса бастауың, соны тыңдай бастайтын кезің болу керек. Осы кітап, ой сезім бар осында, алмайсың ба, өзің біл, аласың ба, бәрі жақсы шетінен десем артық, асылы да бар шығар арасында. Мұнда менің қыраулы күлкілерім көп қосылып кетсе осы мүлкіме мұң, біреуіңе қызықсыз көрінгенмен біреуіңе ұнауы мүмкін оның. Мұнда менің іздерім, қадамдарым, бар мінезім, құйыным, борандарым, жан арманын шулатып, шумақ қорап, сырлас көңіл ұсындым саған бәрін. Ақын замана жыршысы, қоғам жыршысы деп жатамыз әдетте. Жалпы қоғамдағы әдетсіздікте алғашқы көретін ақын, осы тұрғыдан қарағанда сізді бүгінгі таңда қандай нәрселер мазалайды? Бұл менің жаныма бататын сұрақ. Мені қатты мазалайтын, мені ғана емес, енді бүкіл осы қазіргі зиялы қауымды мазалайтын дүние ғой, енді даланың қасіреті, халықтың басындағы жағдай. Мұны осы 20-шы ғасырда осы мына атом бомбасынан ең бір азап шеккен ел Хиросима, Нагасаки дейміз ғой. Біздің қазақ даласы Хиросима мен Нагасакиден 20 000 есе артық зардап шеккен екен. Радиациялық фон дейді. Радиациялық фон мұны біздің даламыздың кейбір жерлерінде қалыптағыдан 1000 есе артық екен. Кеңес үкіметінің тұсында әскери қорғаныс министрлігі бізге қатты зиян алып келді. Әскери зоналарда жануарлар тірідей жанып кетті. Құстар безіп кетті. Өсімдіктер азайып кетті. Тіпті сексеуілдің өзі жойылып кетті. Су бүлінді, топырақ бүлінді, адамдар ауырды. Мына әйелдердің, жас әйелдердің қанның азаюына байланысты балалар, сәбилер ауру болып өмірге келді. Олардың өлімі көбейді. Жалпы адам қазасы көбейді. Тіпті адамның өзін-өзі, жаңағы мұны полигонның әсері көрінеді, адамның өзін-өзі өмірден бездіру жағдайлары көбейіп кетті. Міне осы қасірет қалай енді бізді мазаламайды енді. Бірақ Аллаға рахмет. Мұны жердегі біздің даламыздағы қасіретті аспандағы ұлы күштер көрген сияқты дер кезінде біз сол өзіміз бір жаңағы қатты күреспей, қан төкпей азаттыққа жеттік, егемендікке жеттік, тәуелсіздікке жеттік. Бірақ менің ойымша азаттық деген нәрсе қай кезде де болсын, ол құрбандықсыз болмайды, қиындықсыз болмайды. Міне қазір біз сол азаттықтың жаңағы жолындағы азаттықты сақтап қалу жолындағы қиындықтарды көріп жатырмыз.
жаңағы өзің білетін тапшылық, жоқшылық, қымбатшылық, экономикалық дағдарыс, мінекей осындай нәрселер мені мазалайды. Әрине біз бұдан шығатын шығармыз, шығуға тиіспіз. Менің ойымша мына мемлекеттің адамнан үлкен байлығы жоқ, жерден артық байлығы жоқ. Сондықтан біз жерді сақтауымыз керек. Үкімет осы адамды сақтау керек. Адамды сақтау үшін қатты ойлану керек. Адамды сақтау үшін үкімет қана ойланбау керек. Біздің бәріміз ойлануымыз керек, қатты ойлануымыз керек. Ертең мына жерді ұрпаққа қалай қалдырамыз? Ұрпақты қалай аман сау өркениет елдердің қатарына қосамыз? Осы туралы біздің бәріміз ойлануымыз керек. Біз бір-бірімізді сақтауымыз керек. Еске түсіп езіліп отырышым, тарих қойны қан мен жас өкінішім, таулар шөгіп батырлар шейіт болған тәуелсіздік таңына жету үшін. Қанды жебе қадалған дала жүрек, сыздап тұрып ертеңге алады бет, жарасына еміздеп жатқан елге жолдас болар мекенсің жан әділет. Ұлы сапар сүрлеуі соқпағы көп, белгісіз деп безуі жоқ тағырет, соқтықпалы сор мекен, не көрмеді ашы жасын жел сүртсін, тоқта әділет. Бағынғанбыз басымыз ноқталы боп, ішімізде көмілген көп қабілет. Теңдік үшін мұхитқа қайық салдық, жанталаста жақтас тек аққа ділет. Қайрат таппай есімде қынжылғаным, қаным менен жазылды бұл жырларым, кім ағытар жететін 100 жылғы әлі, рухани зорлықтың шынжырларын. Енді ашуға тиіспіз бүркем ойды, ізгі жолға қанды қол сілтемейді. Малын, жерін, алтынын басын берген, ақы кегін атамның кім төлейді? Құны кімде, мойнына кім алады? Алтын бастар ақ сүйек қуарады. Ұнамады сөйлесек өз тіліңде, өз әкеңді мақтасаң кінәлады. Қанша уақыт қағажу қақпай көрдім, қардай суық қырауын сақтайды ол күн. Есікті ілмей қақпаны ашып тастап, өз елімде аз болдым, жаттай болдым. Кеш түсінген сияқты мұны елімде, қалай жүрдік өктемдік түнегінде, бір үн жетіп санама ғасырлардан, ұлы тұран оянды жүрегімде. Адамзат баласының бойынан кейде біз ұлылықты ұға білер, биіктікті бағалай білер бір қасиеттерді көре бермейтін кездердің өзі көп жағдайда өкінішке ұрындырып жүр. Осының түп төркіні қайда жатыр деп ойлайсыз? Ұлылықты енді дер кезінде байқамайды дейміз ғой. Бірақ ұлылықтың өзінің ұлылығы сол ма деп ойлаймын. Өйткені ұлылықты дер кезінде байқау үшін сол ұлы адамның жүрегіндегі, көкірегіндегі көз, көкірегіндегі ұлылық қажет айналасына. Ол деген барлық адамда бірдей болмайды, ол бірден бірде жаңағы сол ұлылықты сезіну, ол бір күнде сезілмейді деп ойлаймын. Бірақ енді сол оны бір күнде сезбеудің, дер кезінде байқамаудың орнын толтыратын бір нәрсе бар. Ол ұлылықтың мәңгілігі, ол адамзатқа қызмет ететіндігі. Ұлылық ол асқақ, ол биік рух, ол азат рух. Ол бір ғасырға немесе бір кезеңге қызмет етпейді, ол алдағы замандарға қызмет етеді деп ойлаймын. Өзінің әйтеуір жаңағы ұлттың, сол тілдің жеткенше немесе басқа тілдерге аударылу арқылы сурет болсын, ақындық өнер болсын, сондай жаңағы рухани дүниелер өмір ұзақ болады деп ойлаймын. Жалпы ұлылық, ұлы адамдар, пайғамбарлар, ұлы суретшілер, ұлы ақындар меніңше өздері үшін өмірге келмейтін сияқты. Олар өмірге адамзатқа рух беру үшін, адамзатқа жәрдем беру үшін солай келетін сияқты. Осында да бір үлкен табиғаттың бір ғажап ғаламат бір күші бар сияқты. Жібермеуді үйрендік сөзден есе, кім үйретер өнерді өзгенеше. Тәуелсіздік кім үшін туған халқың тұтастығын сақтауды көздемесе. Нетсем екен, жыласам, күлсем бекен, әрбір жолға гүл болып шықсам бекен, әрбір үйге самал боп кірсем бекен, өлең жазсам жаныма осем бекен.
жан сарайын қалайша әсемдетем. Қазақтың жауы қазақ болар болса, әйелдер ұл тумаңдар десем бекен. Бұлт болып ұшсам бекен, қонсам бекен, біріңе бірің дұшпан болсаң бөтен, ең алғашқы қауымның анасы боп, төсімді көкке қарап саусам бекен. Әдетте әйел ана, әйел отбасының мерекесі, берекесі деп жатамыз. Ұрпақ тәрбиесі деп күнделікті күйбің тірлікте бәрі әйел мойнында. Ал мына творчество мехнаты қосымша қиыншылықтары болмаса, әйел үшін жеңілдік әкеле қоймаса еді. Осы ретте бір шабытыңыз оянған тұстары бәрін екінші кезек қоясыз ба, әлде? Әйелдің тірлігінің соншалықты қарапайым, қарабайыр екені рас. Ол бір таусылмайтын, күнделікті қайталана беретін дүние ғой. Таңертең тұрып, түстің қамын ойлайсың, түстен бастап кештің қамын ойлайсың, кештен кейін ертеңгі тірлігіңді ойлайсың, сөйтіп қайталана береді. Бірақ осының өзінде бір ұлылық бар сияқты. Өйткені сол жаңағы отбасыңның тірлігін, бала шағаңның тірлігін ойлау арқылы өзіңнің осы жан ұяңның бақытының кірпішін қалайсың деп ойлаймын. Жалпы адамзат баласы адам болып жаралғалы осы отбасынан артық, отау тігіп, бала тәрбиелеп, ұрпақ қамын ойлаудан артық ешнәрсе ойлап тапқан жоқ деп ойлаймын. Құс екеш құстың өзі ықылым заманнан бері осы өзіне ұя салып, одан бала тәрбиелеп, балапандарын тәрбиелеп ұшырып жатады. Мына дамыған елдерді алып көріңіз. Америка, Англия, Германия, Жапония, Италия, Франция дейік мейлі. Сол елдердің қай-қайсында болса да осы отбасының тірлігі, отбасы, жанұя ең негізгі мәселе, басты мәселе. Мықты мемлекеттің негізін мықты отбасы, берекелі отбасы қалау керек деп ойлаймын. Осы жағынан келгенде біздің елдегі отбасының жағдайына қарасақ, менің жүрегім ауырады. Мысалы, біздің қазақ ежелде отбасы жанұяның бақытын ерекше қойған, бөлек қойған. Қазақ үшін менің ойымша бүкіл қазақ бір отбасы, бүкіл қазақ бір шаңырақ. Неге десеңіз, қазақтың ежелде қай ауылына барсаңыз да, қай қазақты көрсеңіз де ол бауыр, немесе ол нағашы, немесе қарын бөле, немесе жекжат. Тіпті болмаса төре болады, төрге отырғызады, тіпті болмаса қожа болады, қолын қусырып, алдында тағзым етеді, біреуін жат көрмеген қазақ. Және жесірін жылатпаған дейміз, жетімін далада қалдырмаған дейміз. Осының бәрінде үлкен біздің үрдіс мектеп бар еді, біз одан алыстап кеттік. Ал ендігі мына қазіргі қараңызшы осы отбасыларында, бүкіл енді халыққа тән демеймін, бірақ көпшілігінде біздің отбасында қамқорлық аз отбасына. Мысалы, ерлеріміз менің ойымша мал тапса, арақ ішіп, далаға шашып, дүниесін сарттағын сыйлағыш болып кетеді. Сондай азаматтарымыздың кейбіреуі өзінің балаларының тіпті қай жылы туғанын, қай күні туғанын да білмейді, қай мектепте, қай класс оқып жүргенін де білмеуі мүмкін. Ал менің ойымша әке үшін ұялмайтын ұл тәрбиелеуден, ана үшін қызармайтын қыз тәрбиелеуден артық ұлы міндет жоқ деп ойлаймын. Енді осы тұрғыдан қарағанда біз мына отбасын сақтауымыз керек. Қарттарымыздың жүзіндегі қайғы, сол қайғыны көрмеуіміз керек. Біз барынша ұрпақтың, келешек ұрпақтың қамын ойлауымыз керек деп ойлаймын. Сондықтан жаңағы өзің айтқан күйбең тірлігі отбасының, әйелдің тірлігінде бір ұлылық бар дейтінім осы. Ал енді шығармашылық жөніне келсек, шығармашылық жөніне келгенде бұл деген бір ұлы жаратушының бізге берген үлкен сыйы, өнер адамына берген үлкен сыйы. Мысалы, өнердің өзін ұстап жүру, өлеңнің өзін ұстап жүру өте қиын шаруа. Ал енді оған қоса жаңағы отбасының берекесін, ұрпақтың қамын ойлау деген, меніңше екеуі енді қатерлі деуге аузым бармайды енді, бірақ алмағайып нәрсе, шынын айтқанда. Сондықтан біздің ақын қыздардың өлеңдерін оқып қараңызшы. Ақын қыздардың өлеңінде бір соншалықты мұң, сұлу мұң, қиын мұң бар. Мен мына Гүлнар
Салықбаева дейтін ақын сіңлім, талантты ақын сіңлім бар. Соның бір өлеңін, бір шумағын оқи кеткім келеді. Тыншу көрмей тырбанып тірлік дедім, шықпаса да алдымнан бір күткенім, саған ғашық сап-сары сағынышем, сұлу әлем, сен сондай сұмдық бедің дейді. Енді осындай сұраққа, ақын қыздардың қойған сұрағына біздің ғасыр жауап бермесе де келер ғасыр жауап берер деп ойлаймын. Ал енді жаңа шығармашылықтың шабыт келген кездегі күйі жағдайы десеңіз, енді оған мен айтарым, ол кез енді бір адамның бір бақытты сәті. Ол кезде патша сезінесің. Тіпті патша деген немене, ол патшадан да мықты сезінесің. Мен өзімде сондай бір сезімнің болған үшін өзімді жаратқан Тәңірге сондай алғыс айтамын. Бірлік болса көтерер мекен деңсе, бір көрерміз бір зұлмат төтен келсе. Хан болудан қайран не, халқым деген, халқыңның өзі сорлап бөтен көрсе. Сол сорлылық ойларға батырмас па, абыздар аз, кім жарар ақылдасқа. О сонда да өз халқың өзіңдікі жараңда жатың басқа. Жатқа сенбең, байқалмас барғастығы, жасқанбай айт ақынның алмас тілі, бүгін дос боп тұрса да жат түбірден, опасыздық көрінбей қалмас түбі. Төсін ала, кең дала мұңлалыптың, көз тіккендер көп болған сұрланыптым. Бір халықтың қалуы екі талай, адалдығы болмаса бір халықтың. Сенім дегеніміз ұлы күш, сенімін жоғалтқандар үшін, жалпы сенімсіз өмір де мына сенім жоғалтқандар үшін де мына өмір бір сүреңсіз болып сала беруі мүмкін. Адамзат баласы мына пәни тіршіліктен өкіл үміттерін ертеңнен күтумен, ертеңін артумен өткізеді. Осы ретте сіздің ертеңнен күтіп жүрген бір жоспарларыңыз, көкейіңіздегі армандарыңыз болса бөлісе кетсеңіз. Жақсы, бұл жақсы сұрақ екен. Менің әрине ана ретінде алдыменен айтқым келеді. Ана ретінде қыз ұзатқым келеді. Келін түсіргім келеді. Немере көргім келеді. Мына біз президенттің ақордасының жанында Қайырбек екеуміз қыдырып жүреміз. Сол кезде немерелерін жетектеп жүрген әжелерге қызығамыз. Бізде әже болғым келеді. Қайырбек ата болғысы келеді. Бұл енді біздің ата-ана ретіндегі арманымыз. Ал ақын ретінде әрине үлкен, одан биік болу керек арман. Ол енді біздің кемел кезімізде осындай бір халықтың жүрегіне жететін, халықтың қасіретін айтатын, халықтың қасиетін көтеретін, рухын көтеретін бір ой қозғайтын, әлемдік па, адамзаттық па ой қозғайтын сондай бір жырлар жазғым келеді. Үлкен арман. Жалпы өзі поэзия деген теңіз сияқты. Теңіз бірде жағаға келіп жатады, бірде кері қайтып жатады. Поэзия сондай деп ойлаймын. Қазір енді поэзияның бір саябыр кезі. Сондай ол енді мына халықтың басындағы әлеуметтік жағдайға, экономикалық қиыншылықтарға байланысты мекен, жоқ әлде мына ғасырдың аяғы болған соң сондай мекен, біздің поэзияның бір сондай тыныш, бұрғаныссыз кезі. Мен үміт күтемін. Біздің поэзиямыз сондай үлкен жаңағы өзінің бұрғанысы, сондай бір өзінің дауылымен, азаматтық рухани ықпал болатын бір сәті болады деп ойлаймын. Соны күтемін, және халқымның бақытын күтемін. Сол халықтың арасында өзіміз де әйтеуір қалқайып жүрсек жаман болмас деп ойлаймын. Тыңдағанда дағдарған дала түрлән, самғай алмай қайырлып қанатыңнан, бір талпынып, бір құлап тұрдың ау сен, ел екенсің сынаққа жаратылған. Ертеңінен ел жұртың не күтеді, әрекетсіз отырсаң не бітеді. Арсыздардың алдында мына заман, арлылардың өр басын кемітеді. Біз ұшырдық үміттің құсын кеше, дұшпан оғы жерге атып түсірмесе. Азаттықтан не пайда аудармасыз, баламның тілін әкем түсінбесе. Не болғанын жүретін білмей қалып, жер бетінде бар мекен мұндай халық. Теңдік барда теңге жоқ, жеткіншегім, меншік келсе кетпей ме құлға айналып. Қараңдарш, басқа жұрт, басқа ауылға,
Қайнарларың тағдыры бастауында. Мүмкіндік есігін ашқан игі, ең алдымен жанызғы жас қауымға. Қорғай алмай 100 000 қыз гүл намысын, жалғыздықтан жабырқап тұрғаны шын. Менің қайығым өкінсе аруларым, қазақтың қызы болып туған үшін. Жүрегімді сыздаған ағыскерлер, көбейгенін қайтейін жаңыскерлер. Қыздар жылап тұрғанда босағаңда, бостандықтан не қайыр намыстерлер. Менің пірім Сүйінбай, сөз сөйлемен сенбай деп Жамбыл бабамыз өнердегі пір жайлағынан жарылған ғой. Ал сіздің өнердегі пір тұтқан, не тұтар құдіретіңіз кім? Құпия болмаса айтып отырсаңыз. Сол ежелдегі ақындардың бірін-бірі пір тұтқанына мен қатты қызығам, таңғалам. Ол бір менің ойымша сол кездегі өмір сүрген бабаларымыздың ірілігінен, жан жомарттығынан деп ойлаймын. Ал енді біздің уақыт, біздің ғасыр қайшылығы мол, тағылымы жұқа, қасіреті мол ғасыр болды. Біздің көзқарасымыздың қалыптасуында біркелкілік жоқ болды. Біз сондай бір әрқилы көзқарастарменен өсіп, өзгеріп солай отырдық. Сондықтан мен пір тұту жөнінен мақтана алмаймын, бірақ ұстаздық жөнінен көп ақындарды ұстаз тұтамын. Өзім жақсы көрген ақындарым, мейлі әлемдік деңгейде болсын, мейлі өзіміздің қазақтың қазіргі жұлдыздары болсын, жақсы бір ұстаз тұтатын кісілерім бар. Ал енді негізінде мен шығарма жазғанда столымның үстінде жататын кітап 5 ғасыр жылайды. Одан кейін бір ойланған кезде Абайға барып, Абайға да қараймын. Ал енді бір нәзік сезімдер, сондай бір мұңды сезімдер билеген кезде Мұқағалиды ашам. Ұстаздықты сол кісілерден іздейтін сияқтымын. Аяп, сүйіп қараймын саған мекен, көңіліме кіреді алаң бөтен. Бұл ғаламда бақытты елдер қанша, иығың тең солармен болар мекен. Біз бақытқа жетеріміз шынан саған, тозып кетпей туған жер тұрал саман. Төзім сенің егізің, екінші атың, шыда жұртым берілген шыдам саған. Тәуелсіздік туралы сөз қылған ел, бақ пен сорды басынан оздырған ел. Қайда бара жатырсың арақ ішіп, абайсызда ұрпағын аздырған ел. Қабырғасы қанша рет күйреген ел, алғымтылып арбасын сүйреген ел. Мейірімсіз деп Құдайға өкпелейсің, өз оңдырып Құдайды сүймеген ел. Ай таңбалы бөрілі байрақ үшін, бірде түнжір бірде шат сайран елім. Есебі жоқ, ебі жоқ қалпыңменен, қайда бара жатырсың қайран елім. Жер бетіндегі барша халықтың өзіндік бір ерекшелігі бар, тілі, діні деген секілді. Өзіңіздің осы ретте бір дінге көзқарасыңыз қандай? Дінге көзқарасым менің өте оң. Адамзат баласы үшін дін барлық кезде пайдалы деп ойлаймын. ақш-тың доллары, қазіргі құдіреті жүріп тұрған ақш-тың доллары, соны қарасаңыз жазу бар, Құдайға біз сенеміз деген. Біз де Құдайға сенейік. Құдайға сенсек, менің ойымша, ешқандай жамандық болмайтын сияқты. Жеңетін сияқтымыз қиындықтарды. Құдайға сенгенде, мына кісі жаңа өзінің сенімі, болашаққа деген сенімі, болашаққа деген үміті, ішкі тазалығы содан айырылмайтын сияқты, содан айырылып қалмайтын сияқты. Сондықтан дінге біздің елімізде оң көзқарас болу керек деп ойлаймын. Тіпті мемлекет тарапынан оң көзқарас болу керек деп ойлаймын. Алғызбайтын саясат алыспасаң, адырнадан оқ тиер намысқа сан, құрық түспей ғұмыр жас құрбан болмай келіп еді далама жеңіс қашан. Біз ертерек көрейік еркін елді, еркіндіктің ауылына жол тірелді. Қабілеті адамның шексіз жұртым, өзіңдікін өзің ал, жең тұр енді. Байтақ елің бірлікке талпын сәмән, жеңістерге жетер ау шарқың шамаң. Бастан биік ұлт
туын ұстау үшін қайсар жүрек тілеймін халқым саған. Мен Алладан сұраймын мінәжат қып, заман бізге жасамай сірә жаттық. Бұл далама, ұлтыма, ұрпағыма шын мәнінде келгей деп шын азаттық. Аруақтарда қалмағай, мақұл көрмей, жер ананың тәніне зақым келмей, ұлы үлестен ұлы күш ұрпағыма, ұлы еншісін алатын ақыл бергей. Мейлі бізге жол қисын азап, тербегенде табиғат күйші ғажап, адамзаттың баратын дәуіріне аман есен барса кен исі қазақ. Ақтасам маған деген ел сенімін, білмесем бар екенін жол шегінің. Жолы бір, күресі бір, жеміс ортақ, халқымның мен дағы бір бөлшегімін. Қыран құстай баулыған балапанын, аналардай сылаған бала тәнін, алып жердей көтерген адамзатты, аяладың әлпештеп мен отаным. Махаббатым, жанымның қуат әнім, әр мезгіл бейнеңді ұнатамын. Мен түсімде ұшсам да қанат бітіп, саған сеніп ұшамын, ұлы отаным.